Сәлем достар, арасын ұзатпай деп та айтайын ба. Жаңағы боксымызды ашып, мен енді прям хочется бәрінің дәмін көріп, қалай екенін сіздерге айта өтсем деймін. Сіздерге кететін сыйлық болғаннан кейін, ең жақсысы, ең дұрысы, ең әдемісі болғанын қалаймын. Бұндай возможность шынымен жоғалтып алмаңыздар, келе бермейді. Қатысыңыздар, ойнаңыздар, ұтып алыңыздар. Подписчик жинап көмектесіңіздер. Бірінші бізде уральский мел. Уральский мел дейді, қалай болады, көрейік. Так. Основном мелдар көп екен, бір байқаған, и глина мелдар достаточно, потом глиналар 4-5 ма сондай ғана екен. Астана воздушный, по-моему, да? Или розовый. Түрі розоватор ұқсайды. Мынаны айтпаппын ғой, уральскийді. Кәдімгі әктің дәмі. Пыльный өте. Скрип до конца. Крупинкалар тоже самое. Особо сливочный ешқандай дәм жоқ. Цвета более фиолетовый, что ли. Астананың негізі глиналары өте майлы болып келеді. Өте майлы. И сливочный вкус та болып келеді. Ауызға түскеннен кейін тез ериді. И сразу майлы болып, тістерге жабысады. Дәмі өте дәмді екен. Бірінші рет негізі жеттім. Уральская енді бәріңіз білесіздер оны. Уральский көбінесе суға салғаннан кейін болады, чипсик сияқты. Сол кезде дәмі ұнайды. Так, бізде бұл старый оскол. Сливочный вкус бар, өте пыльный. Тез ериді ауызға түскенде. Хруст тоже бар. Келесі бізде летний. Тоже бірінші рет дәмі көрейін деппін. Мел глиналардың түрі өте көп. Мен дәмі көрмеген қаншамасы бар әлі. Скрип бар. Крупинка тоже до конца. Әктің дәмі. Подвислый. По-моему, жеп көрдім дәмін, но не помню. Біз подвислыны көріп аттық. Сливочный вкус бар, жирность тоже бар. Крупинка до конца. Розовая печка, моноблестер, снежок.
сливочный вкус бар екен. Шындай соң не могу разбираться дәмдерден. Ой, бір эфир түсіре қойын деп барлығы жағаласып кетті ғой. Шуылап. Бүгін демалыс қой, суббота. Барлығы үйде. Бізде келесісі Ақтөбе. Өте құрғақ. Сливочный вкус бар, жирность тоже бар. Өте құрғақ. И мой любимый песчанка. Мен үшін песчанка самый идеальный мел. Хруст жағынан да, майлылығы жағынан да, жұмсақтығы жағынан да бәрі үшін өте идеальный такой. Маған ұнайды. Песчанка өте қатты ұнайды. Ватутин. Тоже один екен, сливочный вкус бар. Жирность тоже бар. Приятный такой. Қазір айттым ғой, барлығы отборный. Ешқандай желінбей қалады деген мел да, глина да жоқ. Бәрін жеуге болады. Барлығы прям идеальный вкус сочетаниясы бар. Самый отборный дегендері. Депоя алып да. Тоже күшті екен. Кесіз түсірмесем уже ан жақтағылар. Сластена. Уже асыққаннан не жеп не қойғанымды, не айтып жатқанымды білмей жатырмын шынымды айтсам. Астана. Майло. Сразу. Ауызға түсті, сразу еп, майло. Сіздерге жабысып жатыр. Прям эфир тез аяқтарым келіп отыр. Құрғақ. Петропавловка. Сливочный вкус бар. Ананы келесі эфирда дәмін көретін боламын. Ал достар, конкурстың шарттары бәрлеріңізге түсінікті деп ойлаймын. Келесі эфирде жолыққанша, ана жақта мен бала-шағам прям шуылап, осы эфир түсірген кезде эфирді аяқтауға тура келіп тұр. Барлықтарыңызға сәтті демалыс тілеймін. Бізде мынандай бар, уже понедельник басталған кезде таңертең балаларды сабаққа, садикке апарып тастау керекпін. Ерте тұрғызып алып бәрін жібереміз.
Мен балдарым получается екеуі сабақта, біреуі садикте. Сабақтан кейін продленка қалады, яғни сабақ 12:30-1-лерде бітсе, ары қарай продленка кешкі сағат 6-ға дейін болады. Ұлым тоже, кішкентай ұлым садикте, то же самое кешке дейін, ол садикте болады, кешкі 6-ға дейін. Ал уже біз күндіз спокойно жұмыстарымызды істеп, не істеп, уже прям таңертең тез тұрыңдар, кеттік сабақ, садик, апарып тастап, уф деп, дальше жұмыстарымыз тірлігімізді, шайымыз, кофемізді деген сияқты. Ал сау саламатта болыңыздар.